Соғыстан кейінгі жылдары Қазақстанда мәдениет қандай жағдайда болды? Ағарту ісі жөнінде не білесің? Қазақстандағы ғылым қалай дамыды? Әдебиетте қандай жетістіктер болды? Ғылым саласына қуғын сүргін қалай әсер етті? Осы сұрақтарға жауап берейік. Соғыстан кейінгі жылдары Қазақстанда мәдениет қандай жағдайда болды? Сұрапыл соғыс жылдарынан кейінгі кезеңде мәдениет еліміздің рухани жағдайы сталиндік идеологияның қыспағында болғаны белгілі. Оның себебі тоталитарлық режим мәдениет саласын толығымен басқарып отырды. Ағарту ісі жөнінде не білесің? Соғыстан кейінгі ауыр жылдарда шаруашылықты қалпына келтіру жолында кездескен басты кедергінің бірі мамандардың жетіспеушілігі еді. 1946 жылы Коммунистік партия Қазақстанда жоғары және орта білім беру ісін дамыту шаралары жөнінде қаулы қабылдады. Қазақстанға білікті мамандар жіберіліп, білім беру ісіне қаражат бөлінді. Нәтижесінде мектептер мен интернаттар салынды. 1950 жылы республикада міндетті орта білім алу жүйесі енгізілді. Қазақстандағы ғылым қалай дамыды? Шаруашылықты қалпына келтіру барысында негізгі дамыған бағыт ғылыми зерттеу жұмыстары болды. Кеңестік дәуірде Қазақстан ғылымы өз даму жолында көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Қазақ КСР ғылым академиясының құрылуы осы жетістіктерге бастамашы болған. 1946 жылы маусымда КСРО ғылым академиясының филиалы негізінде Қазақ КСР ғылым академиясы құрылады. Ғылым академиясының алғашқы президенті болып ғалым, геология минералогия ғылымдарының докторы, академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаев сайланды. Әдебиетте қандай жетістіктер болды? Соғыстан кейінгі 1947 жылы Мұхтар Әуезов Абай жолы роман эпопеясының 2 кітабын аяқтап, 1949 жылы мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Сондай-ақ Ғабиден Мұстафиннің «Миллионер», Сәбит Мұқановтың «Сырдария», Мұқан Иманжановтың «Алғашқы айлар» романдары, Қалижан Бекхожин, Ғали Орманов, Асқар Тоқмағамбетов, Тайыр Жароков, Әбділда Тәжібаев сынды ақындардың өлең жинақтары жарық көрді. Қуғын сүргін ғылым саласына қалай әсер етті? 1940-1950 жылдары Мәскеуде дәрігерлер ісі, Ленинградта Ленинград ісі деп аталған саяси қуғындау ісі жүргізіліп жатқанда, Қазақстанда 1947 жылы жарық көрген 19 ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан атты монографиясы үшін Ермұхан Бекмахановқа айып тағылып, Бекмаханов ісі деп аталатын қуғындау ісі қолға алынды. Ермұхан Бекмаханов Воронеж педагогика институтын бітірген тарихшы ғалым. Ол 1943 жылы жарық көрген өзі авторлар қатарында бар Қазақ КСР тарих атты көлемді еңбекке Кенесары Қасымұлы қозғалысы туралы жаңа материалдарды енгізді. 1951 жылы 6 қазанда Ермұхан Бекмахановтың ғылыми дәрежелері мен атағын тартып алып, 1952 жылы 5 қыркүйекте тұтқынға алды. Осыдан кейін Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті Бекмахановқа сенімсіз адам ретінде қарап іс қозғады. Оған кеңес өкіметіне қарсы пікірде болып, 1942-1951 жылдар аралығында ұлтшылдық идеяларды уағыздады және антисоветтік үгіт жүргізді деген айып тағылды. 1952 жылы 4 желтоқсанда Қазақ КСР жоғарғы соты ғалымды 25 жылға соттап жіберді. Дегенмен, Сталиннің қайтыс болып, елдегі демократияландырудың ұшқынымен Ермұхан Бекмаханов 1953 жылы 16 қазанда ақталып шықты. Соғыстан кейінгі кезеңде Әлкей Марғұлан секілді дарынды зерттеушілер ұлтшылдар қатарына жатқызылса, әдебиетші ғалымдардың бір тобы Кенесарыны дәріптеушілер ретінде айыпталды. Қазақстандық ғалымдардың жазықсыз жазалануына араша болған ғылым академиясының тұңғыш президенті Қаныш Сәтбаев қызметінен босатылып, Қазақстаннан кетуге мәжбүр болды. Тек 1956 жылы Сталиндік кезеңдегі жеке басқа табынушылық саясаты қайта қаралғаннан кейін ғана
жазықсыз жазаланған зиялы қауым өкілдерінің көпшілігін қудалау саясаты тоқтады. Дегенмен, еркін ойлайтын, демократиялық тәртіпті жақтайтындар әдеттегідей түрмелерге жабылды.